Сәлем YouTube сүйер достар. Бүгін біз каналымызда Жазықсыз жүрек телехикаясында Рафика рөлін сомдаған актриса Исил Ючесой туралы айтатын боламын. Исил Ючесой 1945 жылы 2 қазанда Түркияның Киркlareli қаласында дүниеге келген. Исил Ючесойдың әкесі музыка мұғалімі болатын. Ол сол әкесінің арқасында пианино ойнауды үйренді. Орта білімді Стамбулда алған кезде әкесі 6 жыл мектеп волейбол командасының капитаны болды. Исил орта мектепті бітірген кезде Расим Паша спорт клубына қосылып, кәсіби спортшы болудың алғашқы қадамын жасады. Хачетепе университеті Анкара мемлекеттік консерваториясында актерлік білім алғаннан кейін 1969 жылы мемлекеттік театрға жұмысқа орналасып, 6 жыл бойы сол театрда жұмыс істеді. 1975 жылдан бастап Исил әнші ретінде сахнада өнер көрсетті. Ол көптеген түнгі клубтар мен казиноларда ән айтып жүрді. Исил әнші Пикрет Ченишпен жұмыс істеген. Оның үшінші әні сені Селами Шахин жазған. Ол түрік тілінде шетелдік әндерді орындап жүрді. Әншінің алғашқы және жалғыз альбомы 1979 жылы Orient Plug деген атпен шықты. Исил 16 жыл бойы Июбоглы колледжінде драма мұғалімі болып жұмыс істеді. Ол жас театр фестивалінде Қазылар алқасының құрамында болды. Исил кинодағы дебютін 1984 жылы комедияда жасады. Өгей әке, Роза өрнектері, Кір ақша және Жалған махаббат сериалдарының арқасында актрисаның көптеген жанкүйерлері болды. 2005 жылы ол екінші пландағы үздік әйел рөлі жүлдесін жеңіп алды. 2014 жылы режиссер Шаған Ырмақ түсірген Ұмытсам сыбыр фильміне түсіп, Ханифе рөлін сомдады. 2015 жылы ол Өмір ғажайыптарға толы телехикаясының актерлік құрамына қосылды. 2016 жылы Жазықсыз жүрек телехикаясында Рафиканың рөлін сомдады. 2019 жылы ол Ферхат пен Шырын телехикаясына түсті. Сериалда сонымен қатар Тольга Сараптали, Лейла Танылар, Жансу Дере ойнады. Ал жеке өміріне келетін болсақ, актрисаның журналист және жазушы Таңғылу Чилизоғлымен некесінен Меневиш атты есімді қызы бар.